Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға сөздердің тіркесу қабілеттілігі, оның сол қабілеттілігіне байланысты лексикалық тіркесімдік, синтакстік тіркесімдік деген түрлері туралы сөз тіркесінің түрлері және сөз тіркесі мен түйдек тіркестің арақатысы туралы ақпарат ұсынғым келеді. Сөздердің тіркесу қабілеттілігін тіркесім деп атайды. Жалпы сөздердің тіркесімі лексикалық тіркесімділік және синтакстік тіркесімділік екіге бөлінеді. Лексикалық тіркесімділік сөздердің лексикалық мағыналарының тіркесімділігі, ал синтакстік тіркесімділік сөздердің қолданыс үстінде туып қалыптасатын тіркесімділік, яғни сөз тіркесін топтастыруда сөздің синтакстік тіркесімі негіз болады. Лексикалық тіркесімділік деген кезде кез келген сөздер өздерінің лексикалық мағыналарының тіркесімділігі болған жағдайда ғана өзара тіркеске түсіп қолданылады. Мысалы, ару деген сөз ару қыз деп қолдануға болады, бірақ ешқашан жігіт деген сөзбен ару сөзі тіркеспейді. Немесе қыпша деген сөз тек қана бел деген сөзбен бірге тіркеседі. Мысалға, момын деген, жуас деген сөздер адамға қатысты жуас адам, момын адам деп айтуға болатын болса, бірақ еш уақытта момын тауық деп жұмсалмайды. Бұл лексикалық тіркесімділікті көрсетеді. Жалпы синтакстік тіркесімділік сөздердің қолданыс үстінде қалыптасады. Сөздердің тіркесі дегеніміз бұл екі түрлі анықтама беріліп жүр. Талғат Сайрамбаев, Мәулен Балақаевтың қазіргі қазақ тілі оқулықтарында сөз тіркесінің синтакстік қарым-қатынасты білдіру үшін кемінде толық мағыналы екі сөздің сабақтаса байланысқан синтакстік тобы деген анықтама берсе, Рақыш Әміров пен Жанар Әмірованың жай сөйлем синтаксі оқулығында синтакстік қатынасты білдіру үшін толық мағыналы екі не одан да көп сөздің сабақтаса, салаласа байланысқан тобы деген анықтама беріледі. Екі анықтаманы өзара салыстыра қарастыратын болсақ, екеуінде ортақ тұсы бұл сөздердің бір тіркесімге түскен кезде синтакстік қолданыс үстінде бұл синтакстік қатынасты білдіру үшін құрылатындығы, кемінде толық мағыналы екі сөздің болатындығы екі ғалымның да оқулығында айтылады. Айырмашылығы тек олардың арасындағы синтакстік байланыстың түрінде. Балақаев пен Сайрамбаевтың оқулығында тек сабақтаса байланысқан сөздерді сөз тіркесі дейтін болса, ал Рақыш Әміров пен Жанар Әмірованың жай сөйлем синтаксі оқулығында бұлар сабақтаса байланысқан сөз тіркестерімен қатар салаласа байланысқан сөздерді де сөз тіркесінің қатарына жатқызады. Салаласа және сабақтаса байланысқан сөз тіркестерінің айырмашылығы мен ұқсастығы неде деген сұраққа жауап берейік. Рақыш Әміров салаласа байланысқан сөз тіркестерін де сөз тіркесі деп тану керек деген кезде мынадай уәж ұсынады. Салаласа байланысқан сөз тіркестерінің арасында да өзара синтакстік қатынаста болады дейді. Боран мен аяз, сүйкімді, мақтаулы, ағында, қарасында дегенде бұлардың арасындағы грамматикалық қатынас, яғни синтакстік қатынас ыңғайластық, талғаулықты бола алады және қарсылықты бола алады дейді. Келтірілген мысалдарда негізінен ыңғайластық қатынаста тұр. Байланысу тәсілдері болады. Бұл салаласа байланысқан сөз тіркестерінің де олар интонация немесе шылау арқылы байланысады дейді. Ал сабақтаса байланысқан сөз тіркестері бұлар басыңқылық, бағыныңқылық қатынаста болады. Керегінің өзі дегенде өзі басыңқы сыңар, керегінің деген бағыныңқы сыңар. Бұл жердегі грамматикалық қатынастары анықтауыштық, толықтауыштық, пысықтауыштық және бастауыш, баяндауыштық. Синтакстік қатынасты жалпы предикаттық қатынас және предикаттық емес қатынас деп бөледі де, осы предикаттық қатынасқа бастауыш, баяндауыштық қатынас жатады, ал анықтауыштық, пысықтауыштық, толықтауыштық қатынастар бұлар предикаттық емес қатынасқа жатады. Сабақтаса байланысқан сөз тіркестерінің байланысу тәсілдері интонация, септеулік шылау, жалғау арқылы және орын тәртібі арқылы жүзеге асады. Салаласа және сабақтаса байланысқан сөз тіркестерінің екеуіне де сипат ортақ. Бұл синтакстік қатынасты білдіруі және толық мағыналы кем дегенде екі сөзден құралатындығы. Сөз тіркесін түйдекті тіркестен ажырата білу керек. Түйдекті тіркес дегеніміз лексика-грамматикалық топ болып, сөз тіркесінің бір сыңары қызметінде жұмсалатын тіркестер. Түйдекті тіркестерге тұрақты сөз тіркестері, мысалы үрген, ұшыру, күрделі етістіктер тобы, оқып келе жатыр, есім мен көмекші етістіктер тобы, жұмыс істеу, жол жүру, қосарлы есімдер тобы, бірін-бірі, табыстан табысқа, күрделі есімдер тобы, сен тәрізді, қала үстінде деген тәрізді тіркестер, бұлар түйдекті тіркес болып саналады. Сөз тіркесінің тек
бір сыңарының немесе екі сыңарының да қызметінде жұмсалуы мүмкін. Яғни бұл сөздер бірнеше сөздердің тіркесінен тұрғанымен, олар түйдектеліп келіп қана сөз тіркесінің бір сыңарының қызметін атқарады. Сөйлем ішінде сөз тіркестерін екі түрлі ыңғайда құрылатындығы айтылады. Бұл сатылана байланысады, немесе жарыса байланысады. Мысалы, жолаушылар үлкен ағаштың көлеңкесінде жатыр деген сөйлемді алатын болсақ, осындағы үлкен ағаштың көлеңкесінде деген екі сөз тіркесі үлкен ағаш және ағаштың көлеңкесі деген. Бұл жерде үлкен ағаш дегенде бағыныңқысы үлкен, басыңқысы ағаш болып тұр. Ал екінші ағаштың көлеңкесі дегенде басыңқысы көлеңкесі, бағыныңқысы ағаштың деген сөз болып тұр. Сатылана байланысқан сөз тіркестерінде бір сөз бірінші сөз тіркесінің басыңқы сыңары болса, екінші сөз тіркесіне қатысты алғанда бағыныңқы сыңар болып тұрады. Бұны сөйлем ішіндегі сөз тіркесінің сатылана ыңғайда байланысқан құрылған түрі деп атайды. Жарыса байланысуы мүмкін сөйлем ішіндегі сөз тіркестері. Мысалы, біз кеше театрға бардық десек, кеше бардық, театрға бардық дегенде, бұлардың басыңқы сыңары бір сөз болып тұр, бардық деген. Сөз тіркесінің түрлерінің құрамына қарай дара және күрделі деп бөледі. Дара сөз тіркесінің бағыныңқысы да бір сөзден, басыңқысы да бір сөзден болады. Құрамына қарай күрделі сөз тіркесі деген кезде, ол сөз тіркесінің я басыңқы сыңары, я бағыныңқы сыңары күрделі болады, немесе екі сыңары да күрделі болуы мүмкін. Көл жағалай қонады дегенде, қалай қонады деп бағыныңқы сыңары күрделі болып тұр, сондықтан бұл күрделі сөз тіркесіне жатады. Қандай басыңқысы, қандай сөз табынан жасалуына қарай сөз тіркесін есімді сөз тіркесі және етістікті сөз тіркесі деп топтастырады. Мысалы, көлге қонады дегенде басыңқы сыңары етістіктен жасалып тұр, сондықтан бұл етістікті сөз тіркесі. Ал қызық кітап дейтін болсақ, кітап басыңқы сыңар зат есімнен жасалып тұр, сондықтан ол есімді болады. Ортақ басыңқы сыңарлы және үстеулі сөз тіркесі деген сөз тіркесінің түрлері бар. Ортақ басыңқы сыңарлы да басыңқы сыңары есім мен етістік сөздің тіркесінен жасалады. Көбінесе жаңағы күрделі құрама етістіктерден келеді. Мысалы, жолаушыға көмек берді десек, басыңқы сыңары көмек берді. Басыңқы сыңары есім мен етістіктің тіркесінен жасалып тұр, түйдекті тіркестен, күрделі етістіктен. Сондықтан бұл ортақ басыңқы сыңарлы сөз тіркесі деген түріне жатқызылады. Үстеулі сөз тіркесі дегенді Мырзатай Серғалиев пен Кәкен Ахановтың оқулығында кездеседі. Бұл кезде үстеулі сөз тіркесінің басыңқы сыңары үстеу сөз болады. Мысалға, келгені кеше дегенде, кеше деген басыңқы сыңар бұл мезгіл үстеуінен жасалып тұр. Көпшілік ғалымдар үстеу негізінен етістікке бағынатын сөз табы, сондықтан ол өзге сөз таптарын өзіне бағындырып сөз тіркесін құрау мүмкіндігі аз деп бұл түрді бөле көрсетпейді. Бірақ ғылыми зерттеулерде жалпы үстеулі сөз тіркесі деген сөз тіркесінің тілдік фактілер бар екенін дәлелдейді. Сондықтан есімді, етістікті ортақ басыңқы сыңарлы және үстеулі сөз тіркесі деген сөз тіркесінің түрлері осылай топтастырылады. Пайдаланған әдебиеттер сіздердің алдарыңызға ұсынылды. Назарларыңызға рахмет. Тіл ғылымы каналына кері байланыс жасауларыңызға болады. Сау болыңыздар.